Ол да оған тоқтамастан құлағына жауап қатып жатты. Атың кім? Деп жігіт қояр емес. Айым. Ал мен Мақсат. Жүр сыртқа шығып таза ауамен таныстайық. Мұнда тым қапырық. Ол оның қолынан ұстап, билеп жатқан адамдардың арасынан көшеге қарай сүйреп әкетті. Айым қарсы болуға да үлгермеді. Мұнда ең болмаса тыныш сөйлесуге болады, деді ол қоршауға сүйене кетіп, қызды көз жүгірте қарап. Қыздың оған қатты әсер еткені бірден байқалды. Бұл да таңғаларлық емес еді. Сымбатты, икемді, қара көзді, бұйра шашы толқындай төгілген. Еркектердің көзқарасын өзіне магниттей тартатын. Айым да жігітті енді анықтап көре алды. Өзін өмірдің қожайынындай ұстайтыны көрініп тұр. Кедей емес екені де сезіледі. Айым мұндай жігіттерден әдетте аулақ жүретін. Бірақ бұл жігіт сымбатты әрі өрескел емес еді. Сол мінезі өзіне тартып тұрды. 25 жасына келгенде оның өмірінде сәтсіз қарым-қатынастар да болған. 2 жыл бұрын сүйіктісін ең жақын құрбысымен бірге ұстап алған. Сол күннен бастап ер адамдардан бойын аулақ ұстайтын. Бүгінгі кешке дейін. Бұл барға да құрбыларының жетектеуімен келген. Ең болмаса біреумен танысып қайтсын деген үміттері бар еді. Жүр, қаланы аралап қайтайық, деп ұсыныс айтты Мақсат. Түнгі қала керемет әдемі. Сен іштің ғой, деп таңғалды Айым. Массың ба? Рөлге отырасың ба? Қойшы, уайымдама, мен ішпеймін. Коктейль, алкогольсіз еді. Олар таң атқанша қала аралады. Айым мұндай керемет көлікте бұрын соңды мініп көрмеген еді. Салоны үйдегідей жайлы. Орындықтардың жұмсақ бұлғарысы денені жылы құшақтағандай әсер қалдырды. Алдыңғы панель әдемі жарық шашып, ерекше романтикалық көңіл күй сыйлап тұр. Мұндай керемет машина сенде қайдан? Деп таңданысын жасыра алмай, орындықты сипалап сұрады Айым. Оның түсінігінде мұндай көліктер не олигарх, не өте ауқатты кәсіпкер ғана мінуі мүмкін еді. Ал Мақсат екеуіне де ұқсамады. Әкем сыйлады, деді ол еш қысылмай. Әкем компанияның президенті, ал мен сонда кеңесші болып тіркеліп тұрмын. Ал сен қайда жұмыс істейсің? Мектепте. Бастауыш сыныптарға сурет салудан сабақ беремін, деді Айым. Бұл айырмашылықтан именбей. Ол өз жұмысын жақсы көретін, әрі балаларға әлемнің сұлулығын тануға көмектескеніне мақтанатын. Қызық екен, деп жымиып қойды Мақсат. Бұрын мұғалім таныстарым болмаған. Тек мектепте жүйкемді жұқартқандар ғана бар еді. Ал сенен мұғалім екенің байқалмайды. Ал сенен де кеңесші екенің білінбейді, деп жауап берді Айым тайсалмай. Жігіт қарқылдап күлді. Әдетте мұндай қарапайым қыздар оның аузына қарап, әр сөзін қалт жібермей тыңдап, әр әзілін күлкіге бөлейтін. Ал мынау өзін еркін, қадір қасиетін сақтап ұстайды. Мақсат онымен қызық болатынын түсінді. Таң атып қалды. Жүр, үйіңе апарайын. Ұйықтауың керек. Бүгін демалыс, ұйқымды қандырамын. Серуенге рахмет. Жұлдызды аспанды көрмегелі көп болыпты, деп күлімсіреді Айым, басының ауырлай бастағанын сезіп. Шынында ұйқысы келіп тұр еді. Сол кештен бастап олар кездесе бастады. Мақсат оны әрдайым жұмыстан әріптестерінің қызғанышқа толы көз қарасы алдында алып кететін. Кейін кафеге барып, кешкі ас ішетін, кейде спа салонға баратын. Екеуі қатар жатқан кушеткаларда массажистердің шебер саусақтарының астында рахаттанып әлсін-әлсін күліп қоятын. Айым ешқашан Мақсаттың жұмысы туралы әңгіме айтқанын естімейтін. Оған тіпті ол мүлде жұмыс істемейді, тек көңіл көтеріп, демалыстан демалып жүргендей көрінетін. Ол әрдайым ақшадан тарықпайтын, әрі оны өзіне де, Айымға да аямайтын. Жұмыста Айымға маза бермейтін. Айым ханым, қашан той болады өзі?
қанша уақыт қалыңдық болып жүре бересіз? Айымжан, жақында тұрмысқа шығасың ғой, е? Ол өзі өте бай көрінеді. Қайда тұрасыңдар? Айым, тойыңа бізді шақыр. Бәлкім бізге де сендей жолы болып қалар. Ал айым той туралы тіпті ойламағанда. Дәлірек айтқанда, Мақсат қарапайым мұғалімге үйленеді деп сенбейтін. Ал Мақсаттың өзі де үйленбек түгілі ол туралы ойлаған да жоқ еді. Әкесі шарт қоймағанша. Сен 28-десің. Қапсағайдай жігітсің. Бұл жаста басқалар бала өсіріп, өмірден өз орнын тауып жатыр. Ал сен болсаң, судағы бөрене секілді сенделіп жүрсің, деп айғайлады әкесі Мақсатқа, жаңа көлігін сындырып алған күні. Бір күнде жұмыс істемедің, тек бер дейсің. Мен бұл ақшаны сиқырмен жасап отырмын деп ойлайсың ба? Жарайды әкем, сабырлы бол, деді Мақсат. Ол бұл жолы құтылып кете алмайтынын түсінді. Үйлену керек. Себебі майор өмір салтына әбден үйреніп қалған еді. Үйлену керек болса үйленем, тойға дайындала беріңдер. Сол күні-ақ ол айымға ұсыныс жасады. Алғашында айым оны әзіл деп ойлады. Бірақ Мақсат оны ахажға алып келді. Біз өтініш бергіміз келеді, деді ол үстел басында отырған әйелге. Сонда ғана айым бұл қалжың емес екенін түсінді. Олар арыз берді. Мұны атап өту керек, деді болашақ күйеуі. Олар кафеде отырды. Кейін айым үйіне апаруын өтінді. Әдетте ол Мақсатта қалатын, бірақ бүгін жалғыз болғысы келді. Мен де барайын, ойымды жинақтауым керек, деді Мақсат қалыңдығын бетінен сүйіп. Бірақ ол үйіне барған жоқ. Соңғы рет қызды қырды аралап, көрейін деп түнгі клубқа кіріп кетті. Онда оның өзіне ұқсас бай, ерке достары көп еді. Мақсаттың үйленбекші екенін білгенде, олар оны күле бастады. Ол қалай әкесінің үйіне жеткенін де есіне түсіре алмады. Келесі күні айым күйеу жігітке қоңырау шала алмай қойды. Содан өзі барып көруді ұйғарды. Есік ашық тұр екен. Бұл оны қатты таң қалдырды. Бұрын сонда ондай болмаған. Айым ішке кірді. Ауада ішімдік иісі аңқып тұр. Ол ішпейтін еді ғой, деп таң қалды айым. Мақсат, деп дауыстады. Жауап болмады. Ол жатын бөлмеге кіріп, сілейіп тұрып қалды. Төсекте оның күйеу жігіті жатыр. Ал кеудесінде бейтаныс ұйықтап жатқан қыздың басы сүйеніп тұр. Екеуі де жалаңаш, үстін көрпемен әрең жапқан. Бұл айым үшін нағыз соққы болды. Тойдың дәл алдында оған опасыздық жасады. Енді мұны кімге айтса да ұят. Сол сәтте Мақсат бөтен біреудің тұрғанын сезгендей көзін ашты. Қасында бейтаныс қыз жатыр. Ал есік алдында қорқыныштан көзі үлкейіп, тіл қатуға шамасы келмей айым тұр. Айым, деді Мақсат орнынан тұруға тырысып еді, ұйқыдағы қыз қолын оның мойнынан орап алды. Айым далаға атып шықты. Көз жасынан ештеңе көрінбейді. Ақмақ, қандай ақмақпын, деп жаңғырып тұрды миында. Ол мені сүйеді деп сендім ғой. Енді адамдардың бетіне қалай қараймын? Күлкі қылады ғой. Оны көргім де келмейді. Қалай жеткенін өзі де аңғармай, вокзалға келіп қалғанын сонда бірақ білді. Алдынан тұрған қала сыртынан жүретін пойызды көріп, автоматты түрде кассаға ақша созды. Соңғы аялдамаға дейін бір билет. Ойлануы керек еді. Қызым, асығыңыз, 3 минуттан кейін жүріп кетеді, деді кассир терезеден басын шығарып. Я, рахмет, деді айым жүгіріп, перронға жетіп, есік тарс жабылар сәтте вагонға әрең мінді. Жолаушылар аз еді. Ол терезе жаққа жұрттан алысырақ отырып, сыртқа үңілді. Ойы сан саққа жүгіріп көңілі құлазып тұрды. Жолаушыларға көз жүгірткенде
кенет екі жігіттің бірдеңе істеп жатқанын байқады. Бірі егде әйелді әңгімеге тартып тұр, екіншісі арт жағынан білдірмей келіп, жанындағы сөмкені ашпақ. Айым жан-жағына қарады. Ешкім мән беріп жатқан жоқ. Әлгі жігіт сөмкенің сыдырмасын ашып, қолын сала бергенде: «Ей, қолыңды тарт!» деп Айым өзінен өзі айғайлап, орнынан ұшып тұрды. Ашуы сонша, салдарын ойлауға да мұршасы болмады. Үшеуіне жақындап келіп, әйелдің сөмкесін алып тізесіне қойды. «Абай болыңыз, әйтпесе түгіңіз қалмайды. Сізді тонамақ болды», деді асыққан күйі. Сосын ұрыларға бұрылып: «Жоғалыңдар», деді. Кейде біреуге қарасаң ақ, оны мен шатағың болмағаны дұрыс екенін сезесің. Бұл екеуі де Айымның батылдығын көріп, басқа вагонға асығып кетіп қалды. Айым орнынан қайта отырып, терезеге қайта қадалды. Сол кезде қасына бір әйелдің келіп отырғанын да байқамай қалды. Әйел оның жеңінен түртіп: «Саған бірдеңе болған», деді тура көзіне қарап. Айым селк ете қалды. «Қайдан білдіңіз?» деді. Сөйлескісі келмеген еді, бірақ әйел шегінбеді. «Жүрегің ауыр, қатты ренжігенсің. Бірақ бұл сенің тағдырың емес», деді ол. «Солай ма? Ал менің тағдырым кім? Мәңгі мас тракторшылар ма?» деп Айым мысқылдап күлді. «Бекер күлесің. Әкесінің еркесіне тұрмысқа шығу саған керек емес. Бір рет опасыздық жасаған адам тағы да талай рет жасайды». Бұл сөздер Айымның жүрегіне өткір жебедей қадалды. «Сіз мұның бәрін қайдан білесіз?» дегісі келді, бірақ тіл қатуға шамасы келмей, көріпкел әйелге үнсіз қадалып қалды. Әйел иығын көтерді. Кейде осылай болып тұрады. Сирек болады бірақ. Әсіресе қатты күйзеліс кезінде. Қазір дәл сондай жағдай. Сөмкемде зейнетақым бар еді. Бүгін ғана алғанмын. Ана екеуі мені поштадан бастап аңдыған сияқты. Жақсы болды. Сен бар екенсің. Әйтпесе не боларын елестетудің өзі қорқынышты. Әйел мұның бәрін жай ғана күнделікті әңгімедей айтып отырды. Кейде үшінші көзім ашылғандай болады. Жақын өткенді де, болашақты да көремін. Өзімдікін ғана көре алмаймын. Етіксіз деген осы, деп әйел мұңайыңқырап жымиып қойды. «Сенің тағдырыңды көріп тұрмын». Ол көзін жұмып, Айымның алақанын өз алақанына алды да, үстінен екінші қолымен жапты. Төмен қарай апаратын баспалдақтар. Ағаш, қараңғы, бірақ қорқынышты емес. Бару керек, қорықпай, ең бастысы. Әйел көзін ашып, Айымға қадала қарады. Айым болса, гипнозға түскенде қолын тартпай отыр. «Егер маған сенсең, тағдырың өзгереді», деді көріпкел қыздың қолын жеңіл қағып. Айым тек басын изеді. «Келесі бекеттен түс. Сол жерден ауылға апаратын жалғыз жол бар. Соған түс. Ұзақ емес. Шеткері тұрған бір үйді табасың. Қаңырап бос тұр. Онда көптен бері ешкім тұрмайды. Аты жаман шыққан. Бірақ шын мәнінде онда жаман ештеңе жоқ. Бір ақымақ ойлап тапқан. Қалғаны соған ерген. Есігін ашып кір, қорықпа. Жер төле табасың». Айым таңданысын байқатқанда әйел түсінді. «Подвал дегеннің сол. Соған түсуің керек. Бітті. Ары қарай көрінбей тұр. Қап-қара төмек. Бірақ егер қорықпасаң». Бәрі тым жұмбақ естілді, деді Айым күмәнін жасыра алмай. «Асық. Бекетке 5 минут қалды. Шешім қабылда. Кейін балаларға сурет салуды қайтадан үйретесің», деді әйел күлімсіреп. Осы сөздер Айымның жүрегін жібіткендей болды. «Мен барайын», деді ол орнынан тұрып, есікке беттей бара жатып, артына бір қарады. Әйел сол күйі жымиып қолын бұлғады. Пойыз сиқырлап тоқтағанда Айым перронға секіріп түсті. Терезеден көріпкел отырған орынды тауып, ернімен ғана «Рахмет» деп сыбырлады.
Ауыл расымен жақын екен. Тіпті адасқын келсе де адасу мүмкін емес. Жүріп келе жатқанда ешкім оған мән бермеді. Айым бұл жерден күнде өтетіндей әсер қалдырды. Айналасындағылар бір нәрсеге алаңдап жүргендей көрінді. Бірақ Айымның өз мақсаты бар еді. Ол қаңырап тұрған бос үйді іздеді. Үй алыстан ақ көрінді. Әйел айтқандай ауыл шетінде тұр. Қисайған сынақ санық қоршауының кей жері мүлде құлап қалған. Айналасы қалақай мен арам шөпке толып кеткен. Қоршау жанынан тауып алған таяқ пен шөптерді сырып, Айым есікке жетіп тұтқаны тартты. Есік сықырлап ашылды. Үйдің іші ылғал мен тышқан иісіне толы екен. Айым тақтай еденнің үстінен абайлап басып, бос бөлмені бір айналып шықты. Жертөле қайда екен деп еденге үңілді ол. Тауып ал дейді. Ақыры еденнен темір сақинаны көрді. Ал сәлем жертөле деп сақинаны тартты. Қақпағы ауыр екен. Айым әлсіз емес еді. Бірақ оны көтеру үшін біраз күш жұмсауға тура келді. Телефоны түсіп кетпес әрі кедергі жасамас үшін оны терезе алдына қойды. Қақпақты тігінен тұрғызып, қалдырып, қайта телефонды алуға ұмтылған сәтте желдің әсерінен бе, әлде қимылдың сәтсіздігінен бе қақпақ гүрс етіп қайта жабылып, едендегі тесікті бүркеп қалды. Ойпырмай деп ашуланып көбірлеп, Айым қайтадан қақпақты көтеріп, терезе жанындағы орындықпен тіреп қойды. Егер басыма құласа, не болар еді? Ол тоңазығандай иығын қысып, қолындағы фонарикпен жолын жарықтандырып, баспалдақпен төмен түсті. Телефон қуаты әлі 2 сағаттай жететін. Бұл оны біраз тыныштандырды. Бұл қадымғы ауылдық жертөле екен. Кезінде мұнда түрлі тағам қорлары, өнімдер сақталған. Қазір тек бос сөрелер, бөшкелер мен банкалар қалған. Картоп сақтайтын ағаш жәшіктер жертөленің үлкен бөлігін алып тұр. Солардың бір жарықтандырған сәтте Айым дауыстап айғайлап жіберді. Телефонды түсіріп ала жаздады. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей соғып, тамағына тіреліп қалғандай болды. Жәшіктің түкпірінде 6 жас шамасындағы бір бала отыр екен. Ол Айымға бақырайған көздерімен қарап отырды. Сол көздердің қорқыныш та, қуаныш та қатар көрініп тұрды. Құдайым-ау, балам, сен мұнда қалай келдің? Қатты қорқыттың ғой, жүрегім тоқтап қала жаздады. Айым жәшіктің жиегіне асып түсіп, баланы алдына отыра кетті. Сен амансың ба? Бәрі дұрыс па? Бала басын изеді де өзін ұстай алмай жылап жіберді. Айымға құшақтай жабысты. Айым оны құшақтап, оның жүрегінің қалай қатты соғып тұрғанын сезді. Бәрі жақсы кішкентай. Қазір осы жерден шығамыз да үйге барамыз, жарай ма? Бала тек басын изеп, Айымды қатты қысып ұстап, еңіреп жылауын жалғастырды. Ақыры екеуі жарыққа шықты. Сол кезде ғана Айым баланы анық көрді. Бойы аласа, беті секпілді, шашы Айымдікі сияқты бұйра, бірақ ашығырақ. Үстінде спорттық костюм мен кроссовкасы бар. Өзі шаң топырақ пен өрмекшінің жібіне оралып қалған. Атың кім? Деді Айым оны тыныштандыру үшін. Ерасыл, деді ол. Айым бір жеңіл дем алды. Жүр, Ерасылжан, ата-анаңды тауып алайық, сосын сөйлесем, жарай ма? Жарайды. Ол тағы да басын изеді. Айым оны көтеріп алды. Бала оның мойнынан құшақтап, екеуі осы түсініксіз тылсым үйден шығып кетті. Сыртқа шыққанда Айымды жергілікті адамдар байқап қалған екен. Ерасылжан, құдайым-ау, қайда жүрдің? Деп бір әйел зыр жүгіріп келе жатып, зарлай жөнелді. Әкең ақылынан айырылардай болды. Тыншымады ғой. Ой, пірәдір-ай. Әкесін қайдан табамыз, деді Айым оның сөзін бөлді. Әне, анау әкімшілікте.
аудан басшысынан көмек сұрап қаладан еріктілер жіберуін өтінуге кеткен, деп әйел түсіндірмелі үнге көшті. Айым көрсеткен жаққа беттеді. Сол сәтте әкімшілік есігінен бір ер адам жүгіріп шықты. Оның кейпі түгелдей үмітсіздікті аңғартатын. «Әке!» деп айғайлады Ерасыл. Ер адам селк ете қалды да оларға қарай ұмтылды. Айым баланы жерге түсірді. Ол әкесіне қарай жымырап жүгірді. «Балам!» деп әкесі оны көтеріп алып, құшақтап қысты. Айым оның көзінен жас шыққанын көрді. «Мен табылдым!» деп бала әкесінің құлағына сыбырлап, мойнынан қатты қысып тұрды. Ер адам баласының бұйраш басынан сипап жіберуге қорыққандай еді. Сосын үшеуі Айымға қарап беттеді. «Оны қалай таптыңыз? Біз 2 күн бойы іздедік», деді әкесі күдікпен өрмекші мен шаң басқан баласына қарап. «Кездейсоқ», деді Айым. Көріпкел жайлы айту керек пе білмеді. «Бәрібір», деді ол қолын бір сілтеп. «Ең бастысы табылды. Сізге қалай алғыс айтсам болады?» «Әке, оған көрсетейікші», деді Ерасыл тағы да сыбырлап. «Көргіңіз келе ме?» деп әкесі таңданып тұрған Айымнан сұрады. «Келеді», неге келіскенін өзі де түсінбей қалды. Олар оны 2 қабатты гаражы бар, жанында шағын сарайы тұрған еңселі үйге ертіп барды. «Ақырын кіріңіз». Айым ішке демін ішіне тартып кірді. Сарайдың іші атқаруға ұқсайды екен. Сарғылт биік кіргендерді көріп пысқырып, бірақ үрікпеді. Керісінше ер адам мен баланың қасына келіп тұмсығын тигізді. Ал бұрышта шөптің үстінде кішкентай құлын жатыр екен. «Бұл жастай», деп сыбырлады Ерасыл. «Жақында ғана туған». «Қандай сүйкімді», деді Айым. Ол өмірінде жылқылардың осыншама жақыннан бірінші рет көріп тұр. «Енді үйге жүріңіз», деп шақырды ер адам. Ерасыл құлынға қол бұлғап қоштасты. Үйге келген соң бала әкесінің қолынан түсті. Үй иесі Айымнан күте тұруын өтінді, баланы жуындырмақ әрі киімін ауыстырмақ. Таза Ерасыл ас ішіп отырып ақ үстел басында ұйықтап қалды. Әкесі оны балалар бөлмесіне апарып қайта оралды. «Атыңыз кім?» деді ол. «Сізге қалай сөйлесу керегін де білмеймін». Ол Айымның қарсысына отырып тыңдауға дайындалғандай кейіп танытты. «Айым», деді қыз жай ғана. «Ал сіз?» «Асқат». «Иә, дегенмен Айым, оны қалай қайдан таптыңыз?» Асқат жауапты тағатсыздана күтіп тұрды. Айымға шындықты айтуға тура келді. Опасыз күйеу жігіті туралы да, пойыздағы бейтаныс әйел мен оны болжамы жайлы жертөледен Ерасылды тапқаны туралы да бәрін жасырмай айтып берді. Айым Асқатты көзіне қарап оның сенбегенін түсінді. Ерасыл оянады. «Сонда өзінен сұрайсыз, қалай ол жерге тап болғанын», деді де дәлелдеуге тырыспады. «Кешіріңіз, мен кетейін». «Жоқ, кешіріңіз мені», деді Асқат. «Ол жоғалғанда мен аздап емес, қатты есімнен адастым. Мен оны жалғыз өзім өсіріп бақтым. Ерасылдың анасы 3 жыл бұрын қайтыс болды. Тамақтың асқуынан жүрегі асқынып кеткен. Ауырғанын жасырып, шамадан тыс жұмыс істеген. Тікелей жұмыс үстелінде көз жұмды. Менде ферма бар. Жұмыс көп, ұлыммен аз уақыт өткіземін. Міне, қараусыз қалдырдым. Ол сол үйге қалай кіріп кеткенін де түсінбеймін. Тіпті ондай үй барын білмеймін. Ерасыл сол жерде болуы мүмкін деп ойыма да келмепті». Асқат басын ұстай алды. «Бәрі артта қалды, ойымдамаңыз», деді Айым оның қолынан жеңіл қағып. «Рахмет сізге, егер сіз болмағанда». Ол жымиып кетуіне ыңғайлады. «Қайда барасыз? Кеш қой. Қалыңыз, үйіміз үлкен. Ертең өзім апарып саламын». Ерасыл да таңертең сізді көргеніне қуанады. Әйтпесе
қоштаса да алмадыңыздар. Жоқ. Үйіңізге барсаңыз, күйеу жігітіңізбен қайта сөйлесесіз, тағы да көңіліңіз түседі, деді Асқат. Айым ойланып келісті. Сол сәтте телефоны сөнуге жақын екенін ескерткен дыбыс шығарды. Сонда ол бір күн бойы Мақсаттың бір ретте қоңырау шалмағанын, бірде-бір хабарлама жібермегенін түсінді. Дегенмен оның өзімен сөйлескісі де келмеді. Көз алдынан жатын бөлмедегі көрініс әлі кетпей қойған еді. Түн тыныш өтті. Таңертең Айым ас үйде Асқаттың тамақ дайындап, Ерасылдың көмектесіп жүрген даусынан оянды. Қайырлы таң. Кешіріңіз, қатты ұйықтап қалыппын. Мұнда сондай тәтті ұйықтайды екен, деп ол керіліп ұялып қалды. Ал бізде таңғы ас дайын, деді Ерасыл үстелдегі толы құймаққа ишаралап. Олар бұрыннан бірге тұрып жүргендей жай бірақат таңғы ас ішті. Сол кезде Айым Ерасылдың иттің соңынан еріп кетіп, кездейсоқ сол үйге кіріп кеткенін білді. Қорқыныштан гөрі қызығушылық басым болыпты. Ал қақпақ сен төмен түскенде жабылып қалған ғой, деді Айым кешегі тарс еткен дыбысты есіне алып. Иә, мен көтеруге тырыстым, бірақ күшім жетпеді. Айғайладым, ешкім естімеді. Сосын ұйықтап кеттім. Оянсам, сіз келіпсіз, деді Ерасыл күрсініп. Әкесі оны тағы да құшақтай алды. Таңғы астан кейін Ерасыл далаға жүгіріп кетті. Әкесіне алысқа ұзап кетпеймін деп уәде беріп. Мүмкін осында қаласыз ба деп кенет сұрады Асқат. Маған көмекші керек, өте керек. Ал сіз бен Ерасыл бірден тіл табысып кеттіңіз. Үй үлкен екенін көрдіңіз. Ал менің жұмысым ше, деп ойланды Айым. Мектепке қайтқысы келмейді. Әріптестерінің маза бермейтін қалжыңдары мен келемеждері күтіп тұрғанын ойласа, көңілі су сепкендей басылатын. Тек балалар ғана қимылмайтын еді. Мен кішкентайларға сурет салуды үйретемін. Маған сеніңіз, мұнда сізге оқығысы келетіндер аз болмайды. Тіпті үйірме, студия, шағын мектеп ашсаңыз да болады. Не қаласаңыз да көмектесемін, деді Асқат шабыттана. Айым өзіне өзі таңғалды. Ол дәл қазір келісуге дайын еді. Үйге барып шаруаларымды бітіріп, жұмыстан шығып, бәрін бір ретке келтіруім керек, деп дауыстап ойлады ол. Ақырында өткенге нүкте қою керек. Түсінемін, деді. Ерасылдың әкесі аздап көңілі қалғанын байқалды. Бірақ тез жинақталды. Өткенде қалдыру керек. Ол Айымды вокзалға апарып, қалаға баратын пойызға отырғызды. Терезеден Айым әкенің ұлына қандай қатты ұқсайтынын көрді. Екеуі де бұйра шашты, беттері секпілді. Мақсатпен тіпті салыстыруға да келмейтін. Айырмашылық жер мен көкте еді. Қалаға оралған соң, Айым ең алдымен мектепке барып, арыз жазды. Әуелі демалысқа, сосын жұмыстан шығуға. Әріптестері сұрақтың астына алғанда, ол тек жұмбақ жымиып үндемей жүрді. Бірақ іші талай дүлей еді. Бар болғаны бір күн өтті. Ал Мақсаттың үйінде болған оқиға әлде қашанғыдай көрінді. Үйді жинап, кір жуып, перделерді төсек орынды түктеп, еденді жуды. Алғашқы уақытқа керек заттарды чемоданға жинап қойды. Ұйықтауға жиналып жатқанда қоңырау соғылды. Есіктің алдында Мақсат тұр. Кірейін бе? Ол ішке өтпек болды. Бірақ Айым оның жолын кесті. Сен бәрін қате түсіндің. Мен өзімде ол қыздың қалай келгенін білмеймін. Маған бұл қызық емес. Айым сабырлы болуға тырысты. Бірақ іші от болып жанып тұрды. Ол әлі сезімнің суымағанын білетін. Бірақ сол көрініс екеуінің ортасында мәңгі тұрады. Ал сенім жоқ жерде өмір емес екенін білді. Өтінемін, мені жайма қалдыр. Жарайды, деп мысқылмен жымиды Мақсат. Өзіңе сенімің ұзаққа бармайды. Әлі жүгіріп келесің, кейін кеш болады. Ол бұрылып, баспалдақпен төмен жүріп кетті. Айым жылақсы келді.
бірақ ойынынан айныды. Кейде солай болады. Ол ұйықтады, ал таңертең мүлде басқа адам болып оянды. Ішінен мақсатқа бақыт тілеп, пойыздағы билет алды да керекті бекеттен түсті. Ал онда оны әкесі мен баласы қарсы алды. Екеуі де жалаңаяқ, шаштары желмен ұйпаланып кеткен. Ал 1 жылдан кейін оның да дәл сондай қызы болды. Егер әңгіме ұнаған болса, арнама тіркеліп, лүпіл басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.